достарына екеуіне распаковка жасайтын боламын. Ананы ала бер, мен алып Жоқ, келемін. алып кел, мен бірінші айттым. Ей! Мен аны аламын. Достар, барлықтарыңызға сәлем. Кеше мен түсімді жылды, ал бүгін біз елкаға бара жатырмыз, короче. Бізде легендарный кішкентай кезімізден баратын жерге барамыз. Мына жақта Айша отыр. Айша, привет де бәріне. Айтсай нормально. Сен түсіресің қазір бізді. Достар, міне мынау біздің легендарный жер. Мен кеше түсімді жылғаннан кейін көзім sıkıntı жылағам. Сәлем достар, сіздермен бірге фотоблог. Бүгін біз сіздермен бірге распаковка Новогодний топассың сен. Сәлем достар, сіздермен бірге фотоблог. Бүгін сіздермен бірге Новогодний подарктарға распаковка чек. Шапалақтаймыз, достар, шапалақтаймыз. Мен аламын. Қай подарктарға? Мен жүр достарына екеуіне распаковка жасайтын боламын. Ананы ала бер, мен алып Жоқ, келемін. алып кел, мен бірінші айттым. Успақ. Короче, Мен айттым ана. Шабасың да дейіл қызым. Мен аны аламын. Жапшырсың ба? уже хватит подарками. Ой. Ты не успела, да? Тупые, что ли? Ана, мен подаркам болмаш. Сенер бастан. Біздікі даже туалет И что? Достар, к сожалению, Родя ренжіп кетіп қалды, так что мен 3 подаркаға да распаковка жасай берем. Давайте қайсысын? Бізде мынау 2 бірдей подарок бар, бірақ ішінде мынандай әртүрлі заттар. И мынандай аппақ подарктың ішінде де заттар бар. Оған уже давайте соңында тоқталып кетейік. Давайте бірінші мына подарокқа обзор жасайық. Мыналарды пока уберем. Так, вау, ема. Осындай қараңыздар, қандай прям үлкен, анда ауыр еще. Мына аяз ата. Бұл подарокта бізде Рахат компаниясына. Бұл реклама емес, достар. Давайте ашайық мынаны. Қазір ашылмай жатыр. О, ашылды. Короче, давайте ашайық. Ой, иісі кайф прям. Ой, ема. Қараңыздар, бірінші осындай мармеладчик, мынандай типа фруктылармен ананас, клубника и яблоко. Майама деген, Майами. Короче, осындай мармелад кайф. Бұл Рахат күнен ба не? Короче, без понятия. Мынандай вафли. Бұл, кстати, тоже Рахат күнен. Мынандай карамельный екен. Вафли, подарка вафли, печенье, Алатау деген. Алатау вообще Алматы болған. Так, дальше. О, легендарный золотой орешек. Бұны сіздер жақсы көресіздер ма или жақсы көрмейсіздер ма? Комментарияға жазып кетіңіздер. Кстати, достар, если осы видеоның астында көп лайк, комментарий болса, то біз басқа да подарктар, новогодний подарктарды алып, тоже распаковка жасайтын боламыз. Так что действуйте. Екінші осындай батончик, типа сникерс сияқты батончик екен, мен бұндай жеп көремін. Біз осы айда, біз уже 3-4 рет уже новогодний подарок алып жатырмыз. Бірақ сіздерге распаковка жасаудан ұмытып кеттік. Так, осындай тоже легендарный казахстанский шоколад. Мындай бір айналайын деген. И
И на это уже мелкий конфеттар бүйтіп шашып салайын. Ой, ема. О, достар, на это бізде снач. Андай екі осындай шоколадный нелер. Шоколадный вафельница. Потом мынандай, мои нелюбимые конфеты, смотрите, осындай көктем, мынандай, короче, ладно, короче, мынандай тоже бір маки алатау деген. О, мынандайлар прям вкусный, смотрите, даже мынандайлар. Ема. Дальше, как обычно, дюшес конфеттар, леденцы, барбарис, осындай қараңыздар, конфеттар. О, прям мои любимые. Дайте енді мынау екінші подарокқа обзор жасайық, потом уже мынау әппаққа жасайтын боламыз. Так, короче, маған самый ұнаған подарок бұл зат, бұл осындай вафли, золотой орешек и мармелад. И на их мынандай үлкен андай нелер. Осындай бар. Маған қатты ұнады, прям обожаю осындай. Мелкий конфеттар болса, я прям обожаю. Дайте енді нақты көрейік. Так, біз только что осыған распаковка жасадық. Енді мына подарокқа. Екеуі бірдей болса да, достар, ішіндегі заттар кішкене мынандай. Короче, дайте ашайық. Это вафли достар. Бұл вафли бізде шоколадный. Шоколадный мен жақсы көремін. Шоколадный. А бізде только что мына карамельный болған. Хотя золотой орешка не бірлейді. О, на это Арман. А только что был Алатау, да? Алатау. Так, о, на это мындай бүйтіп открывать ететін мынандай особый нелер бар екен, бүйтіп алашында бүйтіп. Это такой кайф. Так, мынандай тоже батончик сникерский. Прям жестко, кстати, сникерский. Мармелад тоже. Да. Так, енді мелкий зат. Мелкий. Короче, Айсем, мармелад, алатау, көктем. Люблю я таких конфет. Сіздер жақсы көресіздер ме? Жазып кетіңіздер. Мынандай мармеладтар бар, сіздер тропика деген бар екен. Мынандай. Кстати, осындай мармеладтардан бізде только что жасыл болды. Ол прям. Анекта жасылы жоқ екен, к сожалению. Мындай маки деген бар екен. Осыны можно попробовать. Бірақ мен алдында жеген кезде маған вообще ұнамаған. Даем второй шанс. Так. Снач. Кек снач. О, на это еке. Так. Мои любимые конфеты. Дюшес. Барбарис. Да, и тоже леденцы. И нандай. Рахаттың самый кайфовый конфетері ол осындай. Прям обожаю. Так. Дальше. Кстати, на это вечер. Конфет. Кстати, на это достар коньяк қосылған. Коньяк па. Так что, наверное, вообще жемеңіздер. Ладно, өздеріңіз біліңіздер, бірақ на это коньяк қосылған. Айта кетейін. Ну все, по идее. Самый кайфовый сіздерге көрсетейін ба? Типа изгой и мындай прям мындай конфеттер. Короче, мынандай өтетін осы өтет. Мыналар өтет, потому что они мои любимые.
Вот мыналар өтеді. Так, мыналар да өтеді. Мыналар да өтеді. Мыналар да өтеді. Кстати, достар, үшеу екен. Вау! Это что за новый конфетер, смотрите. Нандай конфет. Кстати, мне очень нравятся такие конфеты. Бізде бар ма екен мындайлар? О, тоже бар екен. Кайф. Так, давайте все жинайық. Короче, дайте ең бірінші маған ұнаған конфеттерді салайық. Мынандай ұнады. Мынандай ұнады. Мынандай ұнады. Мынандай, конечно, ұнады. Снач ұнады. Мармелад. Конечно. Так. Вечер. Ладно. Мынандай и мынандай отырар деген. Кстати, я заметила то, что бүкіл конфеттер по 2. Прям мынандай по 2, мынандай екеу, мынандай екеу. Так. Сами барбарис и дюшес. Сіздерге қайсы ұнайды? Маған көбінесе вот барбарис. Прям барбарис моя просто. Вот дюшес на втором месте. Бірінші орын барбариске беремін. А сіздер комментария жазып кетіңіздер, сіздерге барбарис ұнайды ма или дюшес ұнайды ма? Маған көбінесе барбарис ұнайды. Ну все, короче, достар. Маған толып тұрып прям қараңыздар. Короче, на этом, достар, осы екі подарка пока что обзор жасап кеттік. Енді самый қызық осы ғана қалды. Осыған да... Оның ішінде бір жоқ спойлер. Всем пока де. Достар. Пока дейсің. Достар, егер де сіздер қанша лайк аша 1000 лайкқа жинасаңыздар, біз осындай новогодний подарктардың киндерді концерт оламыз, я? Сол үшін киндер болса, то 2000 либо 10 000 лайк. 10 000 просмотр. 10 000 просмотров и 1000 лайк. Короче, А мындайымыздікі тоже сондай. Сондай болсын. Кебетін сене мен күнсей. Түсімді. Кстати, достар, мен түсімді жылдығы білесіңдер ма? Это был трэшес. Это был конкретный шин трэшин. Айшанда түсін жылсын десеңіздер, вообще 10 миллион просмотр. Сонда Айшаның тістерін жылып тістеймін. Айшаның тістерін жыламыз, а? Я хотела. Бош тез сүйем. Бетін бәрі косметикаға мұнан. Қайсы мен подаркам? Біздікі. Точно? Мене жұтылған. Бошыңдашы қызды. Все, достар, всем пока-пока. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Фати блог! Всем пока. Бар, айналда өшір. Кел обложка істейміз. Но, істелмепті ғой. Ақ қойыш. Аллах қой мұнда.